Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін біз сіздермен 3-ші модуль, яғни оқу сауаттылығының деңгейлерімен танысатын боламыз. Оқушылардың оқу саласындағы сауаттылығын бағалау үшін PISA аясында ересектердің сауаттылығын халықаралық зерттеу үшін әзірленген көрсеткіштер пайдаланылады. Бұл көрсеткіштер мәтінді түсінуден басқа қолда бар идеялар мен тәжірибе негізінде оны ұғынуды да көздейді. Оқу сауаттылығы оқушылардың әртүрлі мәтіндік формалармен, мысалы, бланк мәтіндері, диаграммалар мен кестелерде жасалған тізімдер, мәтіндер және ересек өмірде жиі қолданылатын мәтіндерді баяндаудың әртүрлі формалармен, мысалы, баяндау, сипаттау және ойлау, қабылдау және жұмыс істеу қабілеттері негізінде бағаланады. Оқу сауаттылығының деңгейін бағалау үшін PISA сарапшылары кестеде келтірілген 6 деңгейді енгізеді. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бірінші, екінші деңгейлер олар қарапайым деңгейлер, яғни бұл жердегі тапсырмалардың барлығы қарапайым болып келеді. Мысалы, бірінші деңгейде күнделікті білімге негізделген таныс тақырыпқа қатысты қарапайым мәтінде тақырыпты және мақсат түсіну және ерекшелеу болып табылады. Ал екінші деңгей, базалық деңгей, яғни бір немесе бірнеше нәрсенің мәтіндегі қарапайым идеялар мен қарама-қайшы ақпараттарды түсіну және таңдау болып табылады. Ал үшінші деңгей ол күрделіліктің орташа деңгейі болып табылады. Үшінші деңгейде мәтіндегі бірнеше идеялар негізінде мәтіннің жекелеген бөліктері арасындағы байланысты анықтау, күнделікті білім негізінде сөздер мен фразаларды біріктіру, салыстыру, егжей-тегжейлі түсінуді білдіреді. Ал күрделіліктің жоғары деңгейлеріне 4-ші, 5-ші, 6-ші деңгейлер жатады. 4-ші деңгейде көлемді және күрделі мәтіндерді түсіну, мәтіннің жекелеген бөліктерінің мәні бірдей емес идеялар, қате және қарама-қайшы қолданылуы мүмкін білім сыни бағаланады. Ал 5-ші, 6-ші жоғары деңгейлерде көлемді мәтіндерді түріп, терең түсіну, қайта шығару, біріктіру, ақпаратты талдау, яғни редакциялау болып табылады. Тілдің нюанстарын түсіну және логика қосылады. Сыни жаңғыртумен және бағалау негізделетін гипотезалар негізінде немесе күтпеген тұжырымдарды шығарады. Блум таксономиясы. 20-шы ғасырдың 50-60 жылдары американдық психолог Бенджамин Блум оқыту мақсатын меңгеру және жіктеу категорияларының таксономиясын жасады. Оған сәйкес оқыту процесі білім деңгейінде басталады. Фактілер мен күндерді есте сақтау және жаңғырту тағы басқа. Бұдан әрі алынған ақпаратты меңгеру, түсіну жүреді. Оның бұрыннан алынған ақпаратпен байланысы жалпылау, яғни қайта фразалау. Ерекше жағдайларды жаңа идеяларды қолдану және пайдалану оқушыға қойылған міндеттерді шешуге, алынған ақпаратты таңдауға және өзгертуге мүмкіндік береді. Талдау кезінде идеялар синтезіне қажетті салыстыру, тексеру, яғни жоспарлау, жобалау жүргізіледі. Сонда бағалау деңгейінде оқушы зерттелетін материалға сыни тұрғыдан қарап, қандай да бір идеяның құндылығын бағалау үшін дәлелдерді өлшеуге болады. Енді алдарыңызда оқу сауаттылығы мәтінді түсіну деңгейі берілген. Оқу сауаттылығы арнайы сұрақтар мен тапсырмалар арқылы тексеріледі. Оларды құрастыру кезінде мәтінді түсіну деңгейі ескеріледі. Мәтінді түсіну деңгейлері жалпы түсінік, ақпаратты анықтау, мәтінді тексеру, мәтін мазмұнына қатысты рефлексия, мәтінді жеткізу түріне қатысты рефлексия деген түрлермен бөлінеді. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай, осы мәтінді түсіну байланысты деңгейлер берілген, яғни тану, түсіну, қолдану, түсіну, білу, синтездеу, анализ, қолдану. Яғни әрбір деңгейге қарай қандай біліктіліктер тізімі берілетінді көрініп тұр, соған сай қандай сұрақтарды құрастыруға болады және тест тапсырмаларының түрлері көрсетілген. Осы деңгейлерге сәйкес келетін бірліктердің, сұрақтар мен тапсырмалардың сипаттамасы кестеде нақты берілген. Құрметті әріптестер, оқу сауаттылығының бүгінгі 3-ші модулімен байланысты видео таныстырылымы аяқталды. Осы жалпы оқу сауаттылығы бойынша авторлық курсты көрсетілген сілтеме арқылы нақты таныса аласыздар.